Жана карызымды кайтар енді. Қайтарайын деп жатсыз ба? Ой, жігіт! Қымбатты көрермен, бір-біріне түсініксіз жайт болды. Жаңа Нұрсұлтан қарызын құтылу мақсатында, өзінің келіп бір қарызын құтылу мақсатында бір сол қарызды беріп жатқан жайы бар еді. Дұрыс түсінбей қалды ма, не болғанын түсініксіз болып қалды. Және де қазіргі таңда екеуі де сыртта сәл ашу басып алсын, немесе не болды бұл жалпы өзіміз түсінбей қалдық. Айтты қарыз екен, онда елдің көзінше айтылып қойғаннан кейін, елдің көзінше құтылу мақсатында мен осыны беріп, құтылып, мойымнан бір қарыздан жүктен түссін деген ізгі ниетім болды деп тұр Нұрсұлтан. Енді біздің Шыңғысханның неге бұндай әрекетке барғанын түсінбедім. Аяна, негізі өзіңіздің көңіліңізден шығып, бәрі орынды болып тұрған еді. Жоқ, барлығы нормально. Жоқ, мен бір дүниені түсінбедім, енді Аянаныңкі де қазір уайымдап қалғаны сабырға кел. Жоқ, мен біздің үміткердің Шыңғысханның іс-әрекетін түсінбедім. Мүлдем. Себебі кәдімгідей қарызда эфирде айтылғаннан кейін, болғаннан кейін келіп эфирде құтылып, халықтың көзінше айтылып қойғаннан кейін, халықтың алдында жабылсын деген жігітше барып қолынан бергісі келді.